Келесі қарастырылатын тақырып компьютерлік оқыту технологиясы және оның гуманистік бастаулары. Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы дамыған 50 елдің қатарына қосылуы туралы алға қойып отырған игі мақсаты еліміздің әрбір азаматының, әрбір сала маманының киелі міндеті де болып саналады. Ал білім беру саласына қатысты айтатын болсақ, бұл мәселе тіптен өзекті бола түспек. Өйткені жоғары тиімділікпен білім беру арқылы ғана болашақ азаматтарымыздың дүниежүзілік жоғары даму көрсеткіштеріне ие болып отырған елдердің деңгейіне өсуге деген ынтасы мен ықыласын қалыптастыра жетілдіре аламыз. Қазіргі кезде өмірдің барлық дерлік деңгейі мен саласында болып жатқан динамикалық өзгерістердің түбі адамның жағдайын әлеуметтік экономикалық жағынан жақсартуға бағытталған. Мектепте білім беру жүйесінде жасалынып жатқан өзгерістер мен күтіліп отырған 12 жылдық білім беру мәселесі де қазақстандық жас ұрпақтың болашақ ел тұтқасын қастерлеп ұстап азамат дәрежесіне жетуіне көмектесетін жақсылық нышаны деп танымдалып отыр. Қазақстан Республикасының білім беру саясатының барлық азаматтардың білім алудағы теңдігі, дарынды тұлғаларға деген үкімет тарапынан қамқорлық болуы, білім берудің гуманистік және дамытушылық сипатта келуі, білім беруді ақпараттандыру сияқты 10 бағыттары кеңестік дәуірден қалған догмалық жаттанды білім беруді біртіндеп ығыстырып бара жатыр. Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінің негізгі міндеті оқушыны ұлттық және жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтарды игерген жеке тұлға дәрежесіне көтеру, ғылым мен техниканың жетістіктерінен абстракциялық білім алып қоймай, өзінің өмірінде қолдана білуге дағдыландыру. Мұндай үлкен міндеттерді шешу үшін дәстүрлі оқыту жүйесінен біртіндеп қарқынды даму шеңберіне жеткізе алатын жаңа оқыту технологияларын қолдану керек және жаңа тұрғыдан оқыту барысында білім мазмұны ғана негізгі мақсат болмай, адамгершілік пен гуманистік бағыт басты нысан ретінде ұсталуына керек. Жаңа оқыту технологияларын көп жағдайда дәстүрлі оқыту жүйесіне қарама қарсы қойып сипаттау әдісі орын алып жүр. Бұл дұрыс па? Өйткені дәстүрлі оқыту дегеннің өзі ғылыми термин болып, ғылыми ойлау айналымына енді ме? Ал жаңа оқыту технологиясы дегенде ескі оқыту технологиясы дегеннің орнына келген жаңа нәрсе түсінілетін сияқты. Жаңа оқыту технологиясы туралы ізденістерде Каменскийдің, Песталоццидің, Алтынсариннің оқыту жүйелері сол педагогикалық технологиялардың бастауы сияқты алынып жүргенін көру қиын емес. Ал дәстүрлі оқыту жүйесі сынып сабақтық жүйе Каменскийден келе жатқан мұра жолы емес пе? Сонда дәстүрлі оқыту деп жүргеніміз кеңес оқыту жүйесі екенін анық та ашық айтып, әр мемлекеттің өз қоғамында өмір сүріп отырған мектебіне өзінің сұранысына қажетті қоғам мүшесін даярлауда тапсыратыны туралы неге айтылмайды? Социалистік қоғам азаматын тәрбиелеуде жаттанды білімнің қажет болуының өзіндік бір реті бар ғой. Оны болашақ тарихы тұрғыдан танырмыз. Бірақ жаңа оқыту технологиялары деген ғылыми ұғымды тек дәстүрлі мен салыстыру арқылы тану бір жақты түсінікке әкетіп бара жатқанын көру қиын емес. Жаңа оқыту технологияларын
Бұрынғы оқыту әдістемелерінің орнына келген жаңа түсінік деп те қабылдамау керек. Технология өндірістен алынған ұғым дейтін болсақ, белгілі бір бұйымды модельдеу, соған қажетті материалды өлшеу, ол материалды нәтиже даярлайтын процеске салу, түпкілікті нәтижені алдын ала болжау арқылы сол нәтижені алуға бағытталған қызмет процесін ұйымдастыруды білдіретін бұл ұғымның білім берумен байланысы тікелей анықталады. Мектепке келген баланы Мұқағали Мақатаевтың сөзімен айтар болсақ, тарыдай боп кіресің, таудай болып шығасың деген идеямен оқытып тәрбиелеу оқыту технологиясын білдіреді. Тарыдай балаға таудай болу мақсаты, мұғаліміне тарыдай баланы таудай қылу мақсаты күтілетін нәтиже болып қойылады. Бұл жерде тары мен тау антоним ретінде де біртіндеп өсу барысында қол жеткізілетін нәтиже ретінде де көрінеді. Ендігі міндет оқушыны тән мен жан тұрғысынан қатар дамыту. Ол міндетті шешу үшін мұғалім білім берудің гуманистік принциптері де не танылатын айқын түсінуі керек. Адамгершілік адам баласының өзін-өзі түсініп, өз-өзін сыйлауынан, өзін өмірден баға жетпес құндылық деп түсінуінен туындайтын қасиет деп ойлаймыз. Өйткені өзінің өмірінің, өз тәнінің, өз жанының қасиетін түсініп бағаланған адам ғана басқа адамның да дәл өзіндей құнды екенін түсінуі мүмкін. Біздің бұл ойымыз Сократтың адам алдымен сен өзіңді өзің таны деген қағидасынан туындаған шығар. Қалай десек те, білім берудің қазіргі кезде жеке бастың қамын ойлауға, жеке басының баюына қажетті білім мазмұнын іздеуге, ана тілінен енді ағылшын немесе Қытай тілін жоғары қоятын бағыттарға бет бұрып бара жатқан гуманистік идеяның білім беру барысында бел алмай отырғанын көрсететін сияқты. Жаңа оқыту технологияларымыз қазіргі кезде көп түрінің түпкі ұстанатын концептуалдық негізгі бастауы адамгершілік философиясы болып табылады. Оны Селевконың кітабынан да, ресейлік көптеген ғалымдар кітаптарынан да көреміз. Жаңа оқыту технологиялардың ішінде компьютермен оқыту технологиясының орны ерекше болады. Барлық дерлік оқыту технологияларының көздеген мақсаты оқушылардың өз бетімен білім алу, білім іздеу дағдыларының қалыптасуы десек, компьютерлік оқыту технологиясының талайы осы мақсатқа лайықталғанын көру қиын емес. Осы компьютерлік оқыту технологиясының философиялық негіздемесін гуманистік деп анықтаймыз. Осы жерде компьютерді сабақта көп қолдану оқушыны басқа адам түгілі өзінің нақты салды өмірінен де алыстатып, виртуалды өмірге әкетеді деген көзқарастар пайда болуы мүмкін. Бірақ кибернетика ғылымның негізін қалаған Винер компьютердің қанша дамыған түрі болса да, адамның миына еш жете алмайтынын айтқанын есте сақтау керек. Адам компьютерді келесі адамға қарсы екі түрлі жағдайда қолданады. Бірі компьютердің тілін білгенінде, екіншісі гуманистік идеядан мүлде түсінігі жоқ адамгершіліктен ада болғанда. Осы айтылғандар компьютерді оқу тәрбие процесіне қарқынмен енгізудің қажет екенін көрсетеді. Компьютерді оқу барысында оқушының қолдануы дегеніміз оқушының жеке басына көп байланысты болатын ерекше психофизиологиялық процестің өтілуі.
Компьютердің жүздеген мүмкіншіліктерін қажетті тетіктер арқылы басып үйренген оқушы бір жағынан қазақ тілінен белгілі бір білім мазмұнын игеріп жатады десек, екінші жағынан жасанды интеллектімен тіл табысып жататыны анық. Ал түпкі мәнінде мұғалімдің итермелеуі немесе жөнсіз жетелеуіне иек артпай, оқушының өз бетімен жұмыс жасау дағдыларын жетілдіреді. Компьютермен оқыту технологиясының тұжырымдамасын былай деп анықтап аламыз. Компьютермен оқыту оқушыны субъект дәрежесіне көтеретін, жеке тұлға ретінде дамытуға игі ықпал ететін, оқушының өз бетімен білім ізденуіне мол мүмкіншіліктер табатын білім беру әрекеті. Компьютермен оқыту технологиясындағы мұғалімнің оқыту қызметін негізінен мынандай деп қарастыруға болады. Ол талдау болжау қызметі, жобалау қызметі, коммуникативті қызметі, дидактикалық қызметі, бақылау түзету қызметі, психологиялық демеу болу қызметі, ұйымдастырушылық қызметі. Компьютермен оқыту технологиясында оқушының өз бетімен білім іздей алатын болуы көзделетін негізгі нысан ретінде қойылады. Компьютермен оқыту барысында білім алудың жасанды сипатын барынша табиғи қылуға жағдай жасалынады. Сол табиғилықтың өзі компьютермен оқытудың гуманистік сипатын көрсетеді.